Сәлем достар. Ақбота мен Анасы арнасына қош келдіңіздер достар. Бізде бүгін отырып бізге мынандай идея келді. Бізде уже ертең емес арғы күні бізде үлкен той. Біз барып киімдерін бәрін түгелдедік. Киімнің бәрін түгелдеп қазір мына жерге қойдық, сүндет тойдың киімдерін. Сонымен қазір маған мынандай идея келіп жатыр. Давайте қыздар, сіздер біздің көрерменіміз ретінде лайк басып, қолдап арнаға тіркеліп отырыңдар Ақбота мен Анасы арнасына. Ал біз сіздерге модель болып моды көрсетейік. Қалай қарайсыздар? Иә. Келісесіңдер ма қыздар? Қаншайымдар келісесіңдер ма? Иә. Қаншайымдар келісті? Енді сіздерден лайк күтеміз, подписка күтеміз достар, міндетті түрде. Біз тойға модель болып мода көрсетеміз. Бірінші кім бастайды? Мен. Жансаядан бастаймыз қазір. Онда былай етейік. Достар, қараңыздар, видеоның соңына дейін болыңыздар. Видеодан шығып кетпеңіздер. Мынау біздің подиумнан шығатын орнымыз болсын, қыздар? Түсіндіңдер ме? Осы жерден былайнан шығамыз. Сөйтеміз да, мынау біздің подиум алаңы. Осы жерде бізге модельдер, мынау отырғандардың бәрі модельді елестетіңіздер. Модельдер бізге модасын көрсететін болады. Ал сіздер тойға келдің, ешкімге айтпаңыздар, біздің тойға келдің. Әдем көйлектерімізді бірінші болып сіздер көретін боласыздар. Лайк басып, арнаға тіркеліп алыңыздар. Кеттік па? Иә! Кеттік! Бізде бірінші моделіміз дайын екен. Шақырамыз ба? Иә! Бір! Екі! Үш! Күшті! Достар, одан кейін Жансая бізде өлең айтады ғой. Аяла екеуі атасына арнап өлең жаздырып келген Ақтаудан. Соған өзінің таңдаған корейский стильде қарапайым ғана простой көйлек. Но бағасы простой емес десең. Жақсы шыққа. Ал бірінші моделімізге бағалап кетіңіздер достар. Біздің тағы да бір жүріп өтші. Құдай-ау, не деген сұлулық. Қол шапалақтаймыз кәнекей. Қыздар, достар, сіздердің міндеттеріңіз әр модельге баға беріп отырыңыздар. Біз бір-бірімізді бағаламай қояқ, бәріміз бір-бірімізді жақсы көреміз, көңілімізге қараймыз. Сондықтан да сіздер комментарийдің астына толтырып тұрып жазыңыздаршы. Маған Жансаяның образы ұнады, маған Ақботаның образы ұнады деп. Ал бірақ Ақботалардың образы ерекше болу керек, себебі бұл той Ақботалардың той болғаннан кейін тойдың ең басты кейіпкерлері Ақботалар болғандықтан олардың көйлектері мүлдем бомба болады. Ал кеттік. Келесі бізде Аяла. Кел, сен енді біздің қатарымызға қосыла бер. Аяла, барып сен кейін, біз сені күтіп отырамыз. Ойланып тұрып қарап тұр. Бәні сіздердің қайтып отырмын. Айшада шақырып. Ал достар, келесі модель дайын екен. Санаймыз ба? Иә! Бір, екі, біздің екінші кейіпкеріміз Аяла. Аяла да өзіне корейский стильде таңдады. Осы көйлекті өте әдемі. Бұған әлі объем береміз, үтіктейміз. Пар үтікпен үтіктейміз. Сол кезде әдемі көтеріледі. Инстаграмда, әдемі. Үтіктелмей чемоданда мұжылып келген екен, вид осындай болып тұр. Достар, бағалауды ұмытпаймыз, комментарийге жаза кетіңіздер. Кімнің образы сіздерге ұнап жатыр? Келесі кезекте бізде Ақтаудан келген ханшайым Альбина. Давай сені сұлулық бөлмесіне кіре ғой. Шығарып саламыз, Альбинаны шығарып саламыз. Сиқырдың көмегімен әдем болып шығады қазір. Екі, бізде Ақтаудан келген үшінші ханшайым. Жылт етіп, мен красавицам ғой, бұл жұлдызым ғой. Ой, молодец. Достар, комментарийге жаза отырыңыздар. Кімнің образы сіздерге көбірек ұнап жатыр? Бірақ мен ойлаймын, әр образ өзінің егесіне сай болып жатыр, өзінің егесіне жарасымды болып жатыр. Мысалы үшін Альбинаның көйлегін Жансая кие алмайды ғой, дұрыс па? Оның жасына лайық емес бұндай көйлектер. Молодец, красавица. Келесі бөлімге, келесі бізде Ақбота мен
Айданың кезегі, сұлулық бөлмесіне шығарып саламыз. Ал достар, келесі кезекте Адия мен Ақбота. Адия мен Ақбота екеу жұптарын жазбай бірге шығатын болды. Кәнекей, 1, 2, 3. Супер! Хозяин. Достар, Адия мен Ақбота той иелері. Алиханның апасы, әпшесі мен сіңілді қарындасы болып қасында жүреді. Қараңыздар, қандай керемет, принцесса образында. Таңдаған киімдері де ұнады. Жаңаша стильмен қазақша нақыштарды бір-біріне үйлестірген. Сондай супер, кәне! Достар, комментарийге міндетті түрде жазыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз бізге өте маңызды. Біз оқимыз. Кімнің образы өзіне жарасып тұр? Кімнің образы сіздерге қатты ұнады? Ал келесі кезекте бізде Алихан. Ал келесі кезекте достар бізде Алихан. 1, 2, 3. Ух ты! Алихан Шабандоз! Молодец! Супер! Қолда кешкені. Тәтесінің інісі ғой бұл. Достар, міне Алихан біздің үлкен тойымыздың үлкен себепшісі. Атқа мініп жатыр, таққа мініп жатыр, бұйыртса бәріңізге де жұғысты болсын. Бүгінгі образы Алиханның, кәнме інімнің образын бастан аяқ көрсетіп жібершкен. Қазақи образ, Шабандоздың, нағыз батырдың образы ғой ана. Молодец! Төрлетіңіз, Алихан мырза, төрге шығыңыз. Ал достар, келесі кезекте бізде құдашамыз Ақботаның нағашы әпкесі Нұрсұлу ханшайымды ортаға шақырамыз. 1, 2, 3. Нұрсұлу әпкеміздің көйлегі вообще топ қой, Ух ты! Мен Нұрсұлу әпкеміздің образына 10-нан миллион деген бал беретін едім ше. Менің балым 10-нан миллион. Не деген әдемі керемет образ таңдалған. Сіздің вкусыңыз, талғамыңызға таласыңыз жоқ екен. Ал, төрлетіңіз біздің қатарымызға. Ой, келесі кім? Достар, келесі бәріне деп отырып өзімнің кезегім келіп қапты. Ал достар, мен де өз образымды көрсете кетейін. Ал, жақсы, мені күтіңдер. Бізде тәте ішке кіріп кетті. Қазір шығатын уақыт болып қалды. Кәне, 1, 2, 3. Қалай образым бола ма? Ойлана, әрең алдым. Негізі мен достар Бализаның киімдерін қатты ұнататын едім. Бұл жолы Полимпойдың осы көйлегі шыққаннан кейін аттап өтіп кете алмадым. Полимпойдың осы көйлегіне талғамым құлап түсті ғой. Осыны алам деп бола ма енді? Супер әдемі. Мен негізі осындай кең, етегі осындай кең көйлекті бірінші рет киіп тұрмын өмірімде. Шынымды айтамын. Мен үнемі не киемін ғой? Тік көйлектер киемін да. Бализаның көйлектерін өзі тік болып келеді ғой көбінесе. Бірақ білмеймін, Полимпойдың көйлектеріне онша мән бермейтін едім. Осы жылғы осы көйлегі менің жүрегімді жаулап алды десең. Қалай ұнай ма? Керемет. Супер. Етегі де кең, ішіндегі екі көйлек өзі сондай болып құрастырылған екен. Осындай қазір қазақи нақыштағы оюмен өрнектелген көйлектер мода болып жатқан екен. Я тоже в тренде деп айтқым келді да. Давайте. Ал енді келесі кезек кімде? Дана жеше, Айдана. Той беріп жатқан Айдана жешенің образын көреміз енді. Ал достар, келесі кезекте кім? Айдана жеше. Айдана жешені шақырамыз. 1, 2, 3. Вау! Супер!
сонымен Айдана қараса екеуміздің көйлегіміз ұқсап тұр ғой. Иә? Қараңыздаршы, қандай мына жеріндегі мойнына тағатын жаңа әшекейімен, әшекей іздеп әуре болмайсың, иә? Белбеуі және де мына тұсына ілінген барлық стразылары, мына моншақтары оригинал екенін көрсетіп тұр. Мен бұны базарда да бір несін көргем. Мына жерге дейін ақ жасалған да. Соңына дейін жасалмаған лентаның. Супер! Супер! Кім Әдиямен Ақбота кеш мамалардың қасына. Кім? Алихан, бөрігіңді кие ғой. Аха. Қол шапалақтаймыз, қонақтар. Супер, супер. Бәрінің сұлулығы бірінен соң бір өтеді. Ал мына жердегі сұлулықты тіпті айта алмаймын. Қараңыздаршы, әкелері қазір, әкесі де бүгінгі видеоға қатысатын болып жатыр еді. Такси қылып шақырып алды. Біліп атсыздар ғой, Астанадан, Алматыдан, Қызылорда, Қазалыдан нағашы жұрттарымыз келіп жатыр. Біртін біреуін самолеттен күтіп алса, бірін жаңа вокзалдан, пойыздан күтіп алып жатыр, иә? Ал достар, қараңыздаршы, ертеңгі біздің той иелері, біздің батыр атамыз қонақ күтуге кетіп қалды. Атамыз бар, Алихан бар, ертеңгі тойдың себепшілері. Керемет мынандай образбен қонақтарды күтіп алатын боламыз, иә? Ал достар, бүгінгі сіздерге көрсеткен біздің модамыз, біздің модельдер ұнады ма? Пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Бізге сәттілік тілеп қойыңыздар. Біз ертең той берейін деп жатырмыз. Қобалжып та, миымыз ашып та жүрсе де, сіздерге қызықты қылып видео түсіруге де тырысып уақыт таптық. Мына жақта қараңыздаршы, арасында видеоны тоқтатып қойып, мынаны да жасап үлгеріп жатырмыз. Ертеңге келетін қонақ кәде. Тойдан тобықтай, той бастар деп те аталады ғой. Ал достар, Ақбота мен Анасы арнасына тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді міндетті түрде жазыңыздар, күтеміз. Бізге сіздердің әрбір пікірлеріңіз құнды. Сау болыңыздар!